Жеңіс күні емес, еске алу күні. Бұл диктаторлар Гитлер мен Сталиннің амбициясы үшін болған соғыс. Аталарымыз жеңімпаз емес еді. Олар құрбан болды. Бұл жеңіс емес, бұл қаралы күн. Бұл біздің соғыс емес еді. Кеңес одағы тұсында біздің мемлекетіміз болмады. Біз соғысқа дейін де қырып келді, соғыста да құрал ретінде пайдаланды. Әлі геноцид жалғасуда. Жақын арада Тоқаев Қазақстанда Ресей мен одақтас мемлекетке біріктіруді жоспарлап отыр. Бұл біздің балаларымызды Путиннің империялық амбициясы үшін Украинаға соғысқа айдап салу. Алға Қазақстан. Қалай ел боламыз деп ойында жүрмін мен, ағайындар. Менің жаным, мен ата-бабамның шекарасы қай жерімнен кем, менің ата-бабамның ешқайсысы ажалынан өлген жоқ. Әрқайсымыздың ата-бабамыз ешқайсысы өзінің ажалынан өлген жоқ. Бәрі соғыс майданында өлген. Сонда біз қатынымыздың қасында қара көжесін ішіп жатамыз ба үйде? Жоқ, олай болмайды, ағайындар. Бауырлар, ондай болмайды. Біз ондай халықтың ұрпағы емеспіз біз. Дұрыс айтасың. Олар армандаған күн осы емес. Олар армандаған Мағжан, мен жастарға сенемін деген күн бұл емес. Бір-бірімізбен алысып отырық мына жерде, бір-бірімізбен жолысып отырық. Болмаса, екі рет подробно сұрастан бұрын қарға тамырлы қазақ ағайын болып шығасың. Ана жерден болмаса, мына жерден ағайын болып шығасың. Сондағы айқайласып отырған дауым. Елді тілмен қорғамай, білекпен, жүрекпен қорғайды ғой. Ол сапар сөйлей білек жүрек кермейді. Кесір бір ағартық айтсам. Бұл жерге бар ғой. Ол ондай ештеңе керек емес. Алаңға шығу керек. Көше, құдіретті көшенің өзі шешеді. Мінез керек. Өлмеңдер, ағайындар. Тақтойсы, Монғолия қазағымысың ба? Мен айттым, мен үлкен, кіші деп сыйлайын, бірақ маған да бір сөз беріңдер, осы орайда айта кетейін, ағайындар. Мен жер ортасына жасым келді уже, мен де 33-темін. Мен де көретінді көрдім. Бірақ бұл жерде мен ағайын айтайын дегенім бар ғой. Бүкіл қазақ мына қара жолды жабыңдар. Қасиетті қара жолды жабыңдар. Ешқандай қозғалыс күші жүрмейтін болсын, қозғалыс движение жүрмейтін болсын, қара жолға шығамыз. Қасиетті қара жолға. Қара шаңырақ дейді бізде. Қара жол дейді. Қара сөз дейді. Қара жолға шығамыз біз. Асфальтқа шығамыз да сол жолдың бәрінде халық жүреді. Сол жолдың бәрін бекітеміз. Одан кейін бар кислородты жабамыз, ана қан тамырының бәрін жаймен қысамыз, 62 тамырының бәрін қысып барған кезде бауыздауға келеді өзі де. Одан кейін барып қазақтың жарқын болашағын аттырамыз, таңдатады, бір керемет таң атады қазаққа. Ақ түйенің қарны жарылған деп сол кезде айтады біздің қазақ. Ол мен кітаптардың бәрін оқып тастағанмын мен, ағайындар. Мынау енді бәрін қазақтың бүткіл бәрі көріп отыр ғой, бізде елде не болып жатқанын. Бәрі қораға кіріп отыр, кредитке болсын, айыппұлға болсын, неге болсын. Енді сол өздеріне неге сұрақ қоймайды деймін де, заңсыздықты көріп отыр. Неге біз бұлаймыз деп. Қарапайым мысалға Қырғызстан алатын болсақ, Қырғызстанда ана көлікке қазір жаңағы не салмайтын болды, алып тастады налогын. Міне. А бізде наоборот көліктің салығын тұрмақ әуелдеп штрафтарды көбейтіп отыр күннен күнге. Ой, енді әу дейтін бір қазақ жоқ, мен соларға түсінбеймін соларға. Сонда Қырғызстанның жаңағы біздік сияқты байлығы жоқ, бай мемлекет емес Қырғызстан. Ал енді 24 күні Тоқаев не деді? Жаңағы әркім өз тілінде сөйлей берсін, тілге жаңағы неғымаңдар деп. Ал тура сол күні Қырғызстанның жаңағы жерде несінде парламентінде жаңағы заң қабылданды. Биліктегілердің бүткіл бәрі қырғыз тілін білу міндетті деп қойды. Әне, көтінен кейін болып жатыр да. Ана жақта сондай дейді, жақсы халқын. А бізде наоборот болып жатыр мінекей мысалы. Енді оның бәрін түгел көріп отыр да қазақ. Сонда білмеймін, мен намыссыз қазақ болып кеткен ба? Әлде мен аш түсінбеймін осыларға. Себебі Қырғызстанда депутат орыс тілінде баяндама жасағысы келіп еді. Жоғарыда отырған министр, сен қырғыз халқының депутатысың, ана тілімізде сөйле деп, орыс тілінде рұқсат бермей қойды министр депутатына. Мәжбүрлі түрде ол қырғыз тілінде сөйледі. Көрдіңіз ба, министрлікте қандай жұмыс жасайды? Тіл жанашырлары отыр онда, ұлт жанашырлары отыр. Көрдік қой оны. Ал біздің министрлікте отырғандар орыстың құлдары ғой. Ана министр оборонаның өзі қазақ тілінде білмейді. Жаңа Марат дегендер неге соларға айтпайды деймін да, қазақша сөйледі. Вот именно. Мінездеріңді көрсетсеңдерші. Өзбекстанда алайық. Қазір бүткіл қазақтың, ауырған қазақтың бәрі Ташкентте жүр қазір. Ташкенттің доғдырына қаралып жатыр. Қайда біздің
Докторлар, врачтар қайда? Біріншіден ата бабамыз батыр болған деп мақтанамыз. Екіншіден, ой, біздің жеріміз кең. Бүткіл Менделеевтің табиғасын бәрі бар деп мақтанамыз. Күлді Менделеевтің таблицасындағы байлығымызды бүкіл дүние жүзіне распродажа қылса да үндемей отырсыңдар ғой. Қойындарыңда қатындарыңды сұраса да, қыздарыңды сұраса да берейін деп отырсыңдар. Сендерге келіп аналарыңды сұраса да беретін шығарсыңдар. Намыссыз қазақ. Қазір үлкен болсын, кіші болсын, бүткіл еркек заты, еркек адамдардың бәрі. Мәшинеге құмарда. Анау ескі немістен қалған ана гольф пассатынан жүрсіңдер ғой. А сонда неге ойламайсыңдар? Қырғыздар неге жаңа мәшинемен жүреді, өзбектер неге жаңа мәшинемен жүреді. Ал біз неге ескі мәшинемен әлі қаңқамен жүрміз деп. Ана Отлизбор мен Перевозчик деген ешқандай мемлекеті жоқ, жалғыз бізде ғана бар Отлизбор. Өз ақшаңа, еңбек ақыңмен тапқан ақшаңа шетелден мәшина әкеліп мінемауды деген не деген сұмдық? Неге ойланбайсыңдар осыны? Шерзаттың өлімін резонанс қып 6 айға созып сот жасайды да, сөйтіп ана 5000 кен орындарын сатып алады бұлар. Сатып жібереді распродажа қылып ше. Сол специальный Шерзаттың өлімін осы уақытқа шейін созып келді бұлар. Тағы 6 ай көресіңдер, 6 ай етектерін жасқа толтырып отырасыңдар. 6 айдың ішінде тағы да халыққа қарсы заңдарды қабылдап тастайды. Осыдан қарап. Иә. Референдумды қабылдайды. Сол сотқа бөліп жібереді. Қойшы Ерлан. Айткүл өткенде сізге жаңа стримда отырған кезде жаздым ғой. Мына Шерзаттың соты осы именно 23-24-не содан алдын бастайды. Адамның бәрін соған қарап, жаңа несін настроениясын соған аудару үшін деп бір жазған едім стримде, сіз қолдадыңыз мені. Иә, солай болайын деп тұр. Не солай болайын деп тұр ғой. Енді соның бәрін біліп отырмыз ғой, біз уже қазір саясаткерлерді айта беретін. 43 миллиард емес, ол жерде триллиард екен ғой. Триллиард доллар. 43 дедіңіз ма сумасын? Триллиард доллар. Триллиард доллар деген ол, білесіз ба қанша ақша ол? Ол вообще ол, білмеймін, мен өзім қанша нөл екен оны өзім шатасып кетемін қанша нөл екен ше. 5000 шахта, 5000 кен орнына, 5000 кен орнына. Осы мына сотпен пайдаланшы. Осы мына сотпен пайдаланып. Бір жақтан, екі жақ болады да мына жақта. Бір жақтан Шерзаттың соты не болады екен деп, мен өзім соны алданып қаламын кезінде. Сол сотын бүйтіп прямой неде көрмесем де, әйтеуір бір отрывкаларын көремін да, сөйтіп ойланып отырып, мына жақта басқа бір неге кіріп кетемін да, жаңа эфирге. Соны барып көрем, екі ойлы болып қаламын да. Кейін өзім бір ойды шешем да, по-моему, мына жақта отвлекающий маневр деймін да өзім. Айткүл, зарлап атсың ғой, ешқандай результат шықпай жатыр. Мен таксистпін. Мен күнде 40 адам тасимын. Мен айтамын, мен машинамен мінген адамға орысша сөйлетпеймін. Сосын саясатты айтамын. Ана біреулер мазақлап, таксисттер қатты біледі деп. Мен жаңағы көп жастар, мен әңгіме айтсам, риза болады, осы сіздей кісілер жоқ қой қазір деп. Мен оларға айтамын, қазақтың тағдырын ойлайық. Мен жаңа жастарға айтамын, сендердің балдарың ертең құл болады, немерелеріңне Қытаймен орыс ен салады. Қазақта құлақ кесті құл деген болады деп түсіндіріп айтамын. Соның бір 60% түсінеді соны. 60% түсінеді. Біз мына прямо эфирде зарлай бергенше, мына эфирде қанша жігіттер қыздар отыр ғой. Каждый ортасына, каждый жүрген жерінде жастарға, балдарға соны құлағына құйса, ол үйіне барып айтады, баласын айтады, баласы өзінің баласын айтады, сонымен кішкентай адам болар едік. Айткүл, солай ма, солай емес па? Дұрыс. Әркім әрекет өзінше жасау керек. Әркім әрекет. Ол ана грузчик болсын, шопыр болсын, бастық болсын, милиция болсын. Анау милициялар мінеді маған. Майор, капитан, подполковник біледі. Сен пенсияға жете аласың ба деймін. Мен сұрақ қоямын, пенсияға жете аласың ба? Мына заман не болды деп. Аға деп басын шайқайды, сөйлей алмайды беға. Жетім ба деп жүрмін ғой дейді. Пенсия алғаннан не пайда, оның немересі мен шөбересі Қытайдың құлы күні болып жүрсе? Жоқ, мен соған айтамын. Мен бірінші сұрақ қоямын. Құлақ кесті құл дегенді білесің ба деймін. Соның
90% білмейді. Қазақта құлақ кессе құл деген сөз бар. Соны білесің ба деймін? Білмейді 90%. Айтыңызшы, біз де білмейміз, мына 150 адам білмейміз. Білмейсің ба? Құлақ кессе құл деген айткүл. Анау әкесі құл болады ғой. Одан туған баланы ен салады құлағына. Мағынасы Құл деп. Құл деп. Онда заң бар. Құлағында ені бар, құл қашып бара жатса, соны ұстап бермеген адам қылмысты болады.